Сәлем достар, бүгін біз ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз, 4-ші сынып әрине, 40-ші бет, 16-ші жаттығу. Read and choose. Балалар, мен сендерге оқып беремін, және де аудармасын айтып белгілейтін боласыңдар. We visited Turkey this summer. Біз осы жазда біз Түркияға барып келдік, және де бұл жерде нені қоясың деп тұр, мынау әріптерден. Біз ештеңе қоймаймыз, дын беліп қойған, өйткені бұл сөйлем дұрыс. Енді екінші сөйлемге кеттік. In Ansel lives on абзац Island in Italy деп тұр бізге, менің атам, Италияның островында тұрады дейді. Енді біз бұяққа не қоймыз керек? Артикль қоямыз, бізде болады an болады. An. Іште болады бізде. Так, іште болады бізде. The болады. Саны белгілейміз. 4-те болады бізде. A болады. Артикль қоямыз. A small country in Europe болады. 5-те болады бізде. The болады. 6-та болады бізде D болады. Ештеңе қоймаймыз, балдар. The board a house near lake Baikal. Ештеңе қоймаймыз. Бұл сөз, бұл сөйлем дұрыс тұр деген сөз. Ендеше 17-ші тапсырмаға көшетін боламыз. Read and complete. Use a and the writing necessary. Балалар, бұл жерде тоже самый артикльді қоятын боламыз. Мына бізде деп белгіленіп тұр, бізге көрсетілген. Kazakhstan is the ninth largest country in world. Kazakhstan is the main language, but a lot of people else speak. Балалар, ендеше бізде болады. Бұл жерде the болады артикль. 3-те болады бізде ештеңе қоймаймыз, өткен сөйлем дұрыс тұр. 4-те біз ештеңе қоймаймыз. 5-те болады бізде the болады. 6-да біз ештеңе қоймаймыз, балалар. 7-де n болады. 8-де бізде the болады. Бізде 9-да артикль қоямыз, a болады. 10-да n. 11-де ештеңе қоймайды, балалар. 12-де ә болады. Балалар, біз осы жаңа біз айтып өткенде бұның барлығы артикль болады. Бұл енді кішкене тақырып, кішкене сендер енді қиындау тақырып. Бұны өсе келе білесіңдер. Ал енді бүгінгі сабақ пайдалы болса, каналға тіркеліп кетіңдер, жазылып кетіңдер, балдар, лайк басуды ұмытпаймыз. Күнделікті сабақтар шығып отырады.